Сәлем құрметті достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Осы уақытқа дейін бізді қорқытып келген, және біз қорқып жүрген ақыр заманымыз аяқталды. Бұл баяғыда аяқталған, бірақ адамдар өзінің ойларынан және басқалардың қара күштердің сөзінен, әртүрлі қитұрқы әрекеттерінен осындай бір қорқып, өздерін өзі алдап, өмір сүріп келді осы уақытқа дейін. Әлі күтіп, қашан ақыр заман болады деп, болмаса осы қазіргі болып жатқан әртүрлі катаклизмдер, әртүрлі соғыстар, әртүрлі енді нәрселердің барлығын ақыр заманға теңеді. Және бұл таяп қалған екен. Біздің қазір балаларымызда ақыр заманның балалары, бұлар тәрбиелеу қиын, ертең бұлардың болашағы не болады, ойбай айтып кететін болды, бүйтетін болды, өмір басқаша болып кетті деген сияқты қорқыныш үрейлермен өмір сүріп келді. Дәл қазірге келгенде енді бүкіл ондай ойды айту модадан қалды, былайша айтқанда ұят, енді ақыр заман келіп қалды мекен, ақыр заман болатын болды, сол күн жақындап қалды деудің бәрі күлкілі, сананың төмендігі, және ақылы аз адамдар осыған сенеді, нанады. Қазір мүлдем басқа деңгейге өтіп жатырмыз. Және барлығы бұл біздің ішімізден басталып жатыр. Барлығы біздің ішіміздегі дүниелер. Біздің ескі қорқыныштарымыз, ескі қиындықтарымыз, ескі естеліктеріміз, тереңде қалып қалған сол нәрселердің барлығы қазіргі кезде шығып, адамдар сол өзінің ойынан, өзінің негі түп санасында қалған қорқыныштардан ғана қорқып отыр, былайша айтқанда жүрегіндегі. Былайша айтқанда оның барлығы енді әсер ете алмайды. Себебі қазір өтте үлкен переход деген үлкен өтпелі кезеңнен өтіп жатырмыз. Бұл жерде жақында бүкіл осы ақыр заман туралы шындық ашылады. Ешқандай ақыр заман жоқ. Келмейді де. Жер мәңгі. Біз осы уақытқа дейін бүкіл осы ақыр заман деп танып келген барлық құбылыстар шын мәнінде олар барлығы жалғыз-ақ нәрсені айтып тұр. Бізді босатыңдар. Қазіргі мына құбылыстардың бәрін айтады да. Бізді босатыңдар. Ескі дүниенің, ескі сананың аяқталуына жол беріңдер дейді. Олар ұлы жер мәңгілік мекен. Бұл өмір ешқашан бітпейді. Оның ағысы ешқашан тоқтамайды. Қазір өтпелі кезеңнің басты шарты іштегі ренішті, өкпені, ызаны, кекті, қызғанышты, байырғы бағдарламалар мен ауырлықтарды толықтай босату. Жаңа дәуірдің қақпасы тек қана таза жүректі, асқақ, санамен дүниеге жаңа келген сәбидей пәк, тап-таза, таза ниетпен ғана өтесің. Пәк сәбидей болып өтесің. Сіздердің ақыр заман деп жүргендеріңіздің барлығы ескі ауыртпалықтардың, ескі дүниелердің жер бетінен бір жолата кетуі ғана дейді. Ақыр заман келеді дегеннің барлығы мына бүкіл ескі дүние, ескі нәрсенің барлығы бір жолата кетеді. Бұл осы ақыр заман деген. Себебі біз ақыр заманды осы уақытқа дейін күттік. Ол қандай болады, ойбай топан су келіп қала ма, бүйте ма, сөйте ма деп. Енді жер 5-ші өлшемге өтіп жатыр. 1-2 жылдың ішінде толық 5-ші өлшемге өтсе, онда сол ақыр заман бүкіл мына ескінің бәрі құлап, барлығы кетіп, сенің жер 5-ші өлшемге өту деген кәдімгі сенің жердің вибрациясы өзгереді.
жерде мүлдем басқа барлығы ауысады энергия. Сіздің санаңыз соған сай өзгеруі. Сіз бүкіл бұрынғыдай ауыртпалықпен, ескімен, әлі оны пақат етіп, адамдарды қорқытып, болмаса сонымен қайғырып, ауырлықтарды мен кешіре алмаймын, ойбай, ренжіп қалдым, өкпеледім, бүйтпеймін, сөйтпеймін деп өмір сүре алмайсың. Оның бәрі өзіңе зиян, сенің өзіңнің ішінде ол ескі. Осы нәрселердің бәрі жер бетінен жоқ болады деген сияқты. Кәдімгі ақыр заман деген осы. Ешқандай топан су келмейді, ешқандай жер жоқ болып кетпейді. Мәңгі жалғасады деп айтып отыр. Бұл жерде сол бірақ сен сол үрей ақыр заман әлі күнге дейін сендердің тек ойларың мен жүректеріңде ғана өмір сүріп тұр дейді. Тек қана ақыр заман сендердің ойларың мен жүректеріңде ғана өмір сүріп тұр дейді. Шын мәнінде ақыр заман ол жоқ дейді. Ешқандай ол иллюзия, ол ойын бітті, мен аяқталып кетті ойын. Ойын аяқталды қазір. Жаңа дәуір басталып кетті. Ескі дәуірде ойын солай болды. Ойынның шарты да сол. Енді балалар, біз өзімізді тануымыз керек. Өзіміз енді ересек күйге өтіп жатырмыз ғой қазір. Мынау ішіміздегі қабілет қасиеттеріміз оянып жатыр, соған рұқсат берейік. Өзіміздің жүрегімізді ашайық, тыңдайық. Санамызды кеңейтейік, білім алайық, ізденейік. Барлығы қазір жұмақ өмір сіз үшін есігін міне ашып тұр. Ал енді таңдау өз еркіңізде. Сондай айтып жатыр, бұл мысалы көкте де жерде де жоқ ақыр заман. Тек ол сенің өзіңнің қорқынышың ғана деп отырды. Сен қорқынышты бағып отырсың, былайша айтқанда. Сол қорқынышты бағып отырсың. Ол жерде де жоқ, көкте де жоқ, жерде де жоқ ақыр заман деген. Сен ғана оны өз қорқынышыңды бағып отырсың дейді. Жаратушы мен сендерге шуақты, шаттықты, жаңа өмірді сыйлаймын дейді. Сендер менің бөлшегімсіңдер. Мен сендерге барлық жақсылықты берем дейді. Мен сендерді жазаламаймын, ешқашан мен жерді бәрін тазаламаймын дейді. Мен тек қана шаттық, қуаныш әкелу үшін ғана. Мен сендердің барлықтарыңды сүйем, жақсы көрем, өте сүйем деп тұр да, махаббатпен айтып тұр. Сендер дейді, мен сондай бір не көріп алған. Жерді жаратушы Құдай жерді бүйтіп атыр, сөйтіп атыр. Өйткен адамдар бүйтіп өз-өзін қорқытып, сен мынандай болғаннан кейін жерге бүйтіп атыр, Құдай сені жазалап атыр, болмаса тазалап атыр. Мен ешкімді тазалап жатқан жоқпын дейді жаратушы. Мен сендерді өте жақсы көрем, мен сендерді сүйем. Мен сендерге шуақ шашам, нұрымды шашам. Сендер менің өйткен бөлшегімсіңдер, менің балаларымсыңдар дейді. Бәрің бірігіңдер дейді. Енді ойлай беріңіз. Арғарай осы жүректі ашу, жүрекпен сөйлеу туралы техникалар, осыны алғыңыз келсе, маған жекеге WhatsApp-қа жазсаңыз болады. 8747 671 1291